Достар, мына сіз бен біздің денсаулығымызға өте зиянды нәрселердің топ 10 рейтингі енді мыжығанды жеп көремін. Сразу бастайға 10-шы орында қызық екен жалғыздық дейді. Яғни жалғыз өмір сүретіндер, бойдақтар, тұрмысқа шықпағандар, үйленбегендер. Статистика бойынша бұлар негізі өмір жастары қысқа болады екен, ерте қайтыс болады. Өйткені жалпы иммунитеттер мен психологиялар негізі әлсіз болып келеді екен. 9-шы орында достар, бұдан да қызық, ұйқының қанбауы, яғни дұрыс ұйықтамау негізі өте денсаулыққа өте үлкен урон келтіретін нәрсе. Негізі 2-3 орында тұру керек, бірақ 9-да тұру екен. Демек 2-де 3-те тұрған бұдан да сұмдық зиян деген сөз ғой енді. 8-ші орында достар, бізде мынау қазіргі таңдағы телефонға деген тәуелділік, яғни гаджеттер, неше түрлі әлеуметтік желілер, TikTok, Instagram, YouTube деген сияқты. Бұл да бір бәле болды негізі. 7-ші орында достар, бізде қазіргі таңда, әсіресе Қазақстанда соңғы жылдары үлкен трендке, тенденцияға айналған мынау кофе деген бәле пайда болды. Яғни екінің бірінің қолында қазір кофе, кофеин, жаңағы Global кофе, Pro кофе, анау кофе, мынау кофе, негізі баяғыда ешкім кофе іше бермейді. Бұл да бір үлкен тәуелділікті туғызады және денсаулыққа, жүрекке өте қан қысымына тағы басқа зияны өте көп екен. Ал 6-шы орында достар, не дейді, жаңағы малоподвижный образ жизни дейді ғой. Енді азанда жұмысқа барасың, машинаңда отырып, жұмыста кешке дейін отырасың, қайтып келе жатып сол машинамен келесің, сөйтесің, үйінде отырып шай тамағын ішіп, ары қарай ұйықтайсың. Міне осындай нәрсе, осындай образ жизни өте зиян екен денсаулыққа. 5-ші орында достар, бізде орналасқан ол жалпы дұрыс тамақтанбау, уақытылы тамақтанбау. Не болса соны жей беру, фастфуд дейді, лаваш дейді, тағы не дейді, жаңағы дизи горилланы іше салу, кетіп бара жатып, жаңағы қолыңа түскен бір сникерс жеп, артынан коламен забивать ете салу деген тема ғой, өте зиян нәрселер. Міне 4-ші орында достар, бізде қызық тағы да уайымшылдық дейді, яғни уайым қайғы, жаңағы стресс, тревожность, неше түрлі жаңағы пессимизм, негатив, бұның барлығы денсаулыққа өте үлкен зиян тигізеді екен. 3-ші орында достар, қола жүлдені алып отырған енді осы топ 10 рейтингта өте зиянды нәрсе, ол дәрі-дәрмектер, қолдан жасалған искусственный химикат, БАДы, витаминдер, неше түрлі лекарстволар, міне қазір қаптап кетті. Осының барлығы негізі побочный эффекттері адамның өмір бақи органдарында қалып қояды екен. 2-ші орында достар, тут без комментариев, бір-ақ ауыз сөз, ол алкоголь, яғни арақ, шарап. Және 1-ші орында тағы да бір-ақ ауыз сөз айтам, бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар жыл сайын осы бәледен қайтыс болады, ол курение, яғни темекі шегу екен достар. Міне осындай ең зиянды топ 10 рейтинг. Келесі рейтингта сіздерге ең пайдалы деген нәрселерді айтатын боламын. Так что достар, аман сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар, сау саламат болыңыздар.